Selam dostlar, sizlerden Qarapayım dizayn arnası. Bugünkü videoda suratga tushgan кезде ko'rinib qolgan bezev betdagi qora daqtarda ketiruvding, Photoshopda ketiruvding yo'lini ko'rsatатын bo'laman. Бастамас burun videoga like bosib, kommentariy qoldirib, kanalga kirib ketishni unutmangizlar. Biz bastaymiz. Aldымен осындай фотоңыз болса, бірінші Photoshopқа жүктейсіз, сосын осы фотоның копиясын жасайсыз. Kopyasını жасау үшін альтты басып, мына копияны төмен қарай тартып жібере саласыздар. Және үстіңгі фотоның, слойдағы үстіңгі фотоның наложениясын ауыстырамыз. Ол мына жерде тұрады. Бұл жерден Vivid Light таңдаймыз. Және осы слойды таңдап қойып, Ctrl-I кнопкасын басамыз. Және одан кейін фильтрға кіріп, ең соңына түсіп, екіншісін таңдаймыз. Екіншісін таңдадық. Енді бізге керегі барынша осындай бұлыңғыр етеміз. Бұлыңғыр алдық. Окейді басамыз. Қайтадан фильтрға кіріп, blur размытияны таңдап, Gaussian blur деген таңдаймыз. Осы жерді таңдаймыз да, бұл жерде де барынша бұлыңғыр етеміз. Мінекей осылай. Тағы кішкене размытие берейік. Осылай размытие бердік. Окейді басамыз. Енді осы слойға маска береміз. Және масканы таңдап қойып, тағы да Ctrl-I басамыз. Масканы осылай өшірдік. Енді бізге керегі кист. Кистті таңдаймыз. Жұмсақ кист таңдаймыз. Және мына жерден ақ түсті таңдаймыз. Ақ түсті таңдап, масканы таңдап, енді ақырындап қара точкаларды өшіре бастаймыз. Дәл осылай ақырын ғана қара точкаларды өшіріп шығамыз. Керекті жерінде кистті кішірейтеміз. Мінекей достар, Photoshop'ta безеуді өлшеудің ең оңай жолы осындай. Видеоны болса лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша.